Жәнібек пен Нұрайдың арасында не бар? Ешнәрсе? Жәнібек жауап беруден кішкене қашты. Сізге жол сілтеді. Жақсы көреді. Оны маған өзіме мойындап қойған негізі. Бірақ эфирде бір-екі күнде мойындайтын шығар. Әйтпесе менде бүкіл доказательство. Менде тағы бір сұрақ болып тұр да, сізде таңдау болса, Нұржан или Жәнібек деді. Расул деп па? Нұржан. Жоқ, мен бірақ Нұржанды досым ретінде жақсы көремін ше. Досым ретінде ғана. Расул десе, мен қарамаймын десе ойнайды. Досым ғой, әзілі. Нұржан, саған сұрақ. Енді сен жаңа ара қатынасқа дайынмын дедің. Маған былай айтшы, енді кішкене провокационный сұрақ болады. Ақеркенің бойындағы бар қасиеттер және сол қасиеттер жаңа үміткерінде болмауы керек. Қырсықтық андай жұрттың көзінше ер азаматты түсірмейтін болса болды. Қырсық болмау керек. Эмоциямен шешім қабылдамау керек. Жұрттың көзінше ер азаматты түсірмеу керек. Я біз әйелдер тыңдамаймыз дей береміз ғой. Шетке шыққан кезде тыңдаймыз. Просто еркектер жұрттардың көзінше ей деп қалмаса болды маған. Былайдан бөлек ей дей берсін. Ей демесін. Әйел деген әйелдер ай қулар ай деп айтқан мұғали ағам. Соқсап қулықпен сәл алдаса еркектер көнеді. Сонда қу әйел керек. Тобой емес. Бәрінде қулығы бар. Хорошо, қулығы бар, ей деп бөлек қана айтатын. А если эмоция үстінде сәл ұратын болса ше? Андай бір болады ғой? Болады, да. Ұрғанда